Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biz tajvidтің ары қарай дәрістерін жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ вақф, тоқтау. Вақф деген жалпы тоқтау деген мағынаны береді. Ол тәжвидте мағынасы қандай? Яғни Құран аяттарының бір тұсынан тоқтау, және де тоқтағаннан кейін келесі аяттың жалғасын оқу арасында демалып алатындай үзіліс жасау. Демалып алып, ары қарай аятты жалғастыру ниетімен демалатын болса, үзіліс жасайтын болса, сол уақыт тоқтау болып есептеледі. Яғни Құран оқып келе жатасыз, сондай тоқтайтын белгі тұрған кезде тоқтап, асықпай деміңізді алып, ары қарай жалғастырып кете бересіз. Қасиетті Құранның Медине баспасында немесе сол баспаның үлгісінде басылған баспаларда аяттарының үстіне кішкентай қалыпта жазылған мына әріптерді байқауға болады. Осындай бір кішкентай қалыпта жазылған әріптер бар. Мысалы, мим келеді. Кішкентай мындай мим келетін болса, жаңағы аяттың үстінен. Осы белгі қай сөздің үстінде тұрса, сол сөзге кейін міндетті түрде тоқтау керек. Яғни осы сөздің, осындай қандай да бір сөздің үстінде кішкентай мим тұратын болса, сол сөзбен тоқтайсыз міндетті түрде. Ары қарай жалғастырып кетуге болмайды. Міндетті түрде тоқтайсыз. Жалпы уақыфтың міндеті не? Уақыфтың міндетіне тоқталатын болсақ, уақыф ол Құран аяттарын басқаша мағына беріп кетуден сақтау үшін қолданылады. Дәл сол жерде тоқтайтын болсақ, біз мағынасы өзгермейді. Ал егерде тоқтамайтын жерде тоқтайтын болсақ, керісінше тоқтайтын жерде тоқтамайтын болсақ, ол мағына өзгереді. Мысалы, кейде мындай әл деп келетінде жер бар. Әл деппін ғой, лә дегенім. Қате беріпті. Мына былай. Мындай ләм әлиф кеп тұрады. Лә деген осындай белгі тұрады. Осындай лә деген белгі қандай да бір аяттың үстінде тұратын болса, сол сөздің тұсынан тоқтамауыңыз керек керісінше. Мына жерде тоқтайсыз міндетті түрде. Ал мына жерде тоқтайсыз, ал мына жерде керісінше тоқтамайсыз. X. Бұл белгі қай сөздің үстінде тұрса, сол сөзге тоқтауға болмайды. Тоқтайтын болсаңыз, мағына өзгереді керісінше. Ондан тоқтамай оқып кету керек. Джим белгісі тұратын болса, осы белгі қай сөздің үстінде тұрса, сол сөзге тоқтауға болады. Яғни тоқтасаңыз да болады, тоқтамасаңыз да болады. Лә деген, яғни лә тақиф деген мағына ғой, айтқан тоқтама деген сияқты мағынада. Мим деген ләзим деген мағынада. Ләзим деген міндетті, ләзим деген мағынада. Яғни тоқтауыңыз керек. Джим деген джаиз. Джаиз деген, яғни рұқсат деген сөз. Тоқтасаңыз да болады, тоқтамасаңыз да болады. Келесі, мындай соля деген мағынада келіп тұр ғой. Яғни бұл сыйл деген мағынада негіз. Сыйлә. Яғни жалғастырып жібер деген мағынада. Осы белгі қай сөздің үстінде келсе, тоқтауға болады, бірақ байқау керек. Осыны тоқтауға болады. Алайда тоқтамай жалғастырып кеткен абзал болып есептеледі. Тоқтамай арға жалғастырып кетсеңіз, абзал. Келесіне тоқталайық. Келесі қалә дейді. Қалә деген мынандай белгі. Бұл осындай белгі қандай да бір аяттың үстінен келетін болса, осы белгі қай сөздің үстінде келсе, тоқтамай жалғастырып кетуге болады, тоқтамай оқып кетуге болады. Бірақ алайда тоқтаған абзал екен де, бұнда керісінше. Соляда тоқтамаған абзал болатын болса, ал мына жерде тоқтаған абзал. Қалә дегенде, міне. Сосын мынандай белгі келеді, мына жерде нақты көрінбей тұр. Мынандай белгі ғой. Осындай 3 точка келеді. 3 домалақ точка келеді. Осылай өзі қатар келеді. Осындай 3 точкалы екеуі келеді. Біреуі бір аяттың бір жерінде, екіншісі сол аяттың басқа бір тұсында келеді. Яғни осы екі белгі келетін болса, бір аяттың үстінде қатарынан 2 рет қайталанатын 3 нүкте, яғни осындай қатарынан 2 рет қайталанып келеді.
Екеуіне қатар тоқтауға тыйым салады. Екеуіне де қатар тоқтауға болмайды бұның. Екеуінің біреуіне ғана тоқтайсыз. Екеуінің бірінде тоқтауға болады, немесе екеуіне де тоқтамай жалғастырып оқу керек. Немесе екеуіне де тоқтамай оқып кетсеңіз де болады, тоқтамай. Бірақ біреуіне тоқтасаңыз да ештеңесі жоқ. Бірақ міндет не нәрседен сақтануымыз керек? Екеуіне де тоқтамауымыз керек. Бәрекелді. Аяттың соңындағы сөз әрекетпен фатха, касра, дамма немесе тануин, касра, тануин, дамма аяқталатын болса, сол сөзге тоқталатын болса, әрекеттер оқылмай сөз сукунмен аяқталады. Түсінікті ғой? Біріншісі тоқталайық. Міне фатха болса деп отыр. Аяттың сөз әрекеті, аяттың соңындағы сөз әрекетпен аяқталатын болса, мысалы фатхамен. Ол мынау сияқылды. Я'малуна, я'ламуна, я'ламуна. Фатха болып тұр ма? Егер фатхамен аяқталатын болса, сіз оны сукун қыласыз тоқтағанда. Я'ламун деп тоқтайсыз. Сукун арит бересіз. Егер де ю'минуна, мысалы фатха келіп жатыр. Жақсы. Фатхаға мысалдар беріп жатыр. Ары қарай тоқталайық. Сол сияқылды, мысалы дамамен келтірейік. Дамамен, мысалы, егер де аяттың соңындағы сөз касрамен аяқталатын болса, немесе дамамен аяқталатын болса, соған қарайық. Мысалы, касрамен аяқталатын болса, бираббин наси негізі. Бірақ біз бираббин нас деп тоқтайды екенбіз тоқтағанда. Мына жерге сукун береміз. Мына жерге көріп тұрғандарыңыздай. Ал егер де дамма болатын болса, онда мысалы настаину. Настаину, я? Ияка нa'буду ва ияка настаин деп тоқтайды екенбіз. Настаин дамма, бірақ тоқтасақ сукун береміз. Мына жерде көрініп тұрғандай. Настаин деп. Немесе тануин касра дейді. Сосын тануин дамма. Тануин касраны да мысал келтірейік. Мына жерде мысал жоқ екен оған. Тануин касра деген, яғни мысалы сөз, қандай да бір сөз тануин касрамен аяқталатын болса, осы жерде тоқтайтын болсаңыз, онда сол сөзді мысалы тәні тин деп емес, т қылып тоқтайсыз. Сол сияқылды мысалы тануин даммаға мысал келтірейік. Куфуан ахадун негіз. Валам якул лаху куфуан ахадун. Бірақ тоқтайтын болсаңыз, сіз ахадун деп тануинді оқымайсыз, ахады деп сукунды қыласыз. Түсінікті ма? Бәрекелді. Және де сол сөзге тоқталатын болса дейді. Яғни сол жерден аяқталып, сол сөзге тоқтайтын болсақ, әрекеттер оқылмай, сөз сукун аяқталады. Жаңа мысалдарды келтіргеніміздей. Бәрекелді. Сол сияқылды, егер сөздегі соңғы әріптің харекеті мәд алиф немесе тануин фатха болса, онда сол сөзге тоқтағанда соңғы дыбыс мәд алиф болып созылады. Міне мына жерде көріп тұрсыздар, фатхалы тануин болып аяқталып тұр сөз. Тоқтаған жағдайда юсра болады. Біз алдында өттік қой, мәт айват. Міне мәт айват осы. Юсра деп созып тоқтайды екенбіз. Әбәдән, әбәдә деп созып тоқтайды. Тәуәбән, тәуәбә екке созып тоқтаймыз. Вақала сауәбә, сауәбә. Вақала сауәбән ғой негіз. Бірақ тоқтаған кезде вақала сауәбә деп екке созып тоқтаймыз. Бәрекелді. Егер сөз вау әріпімен аяқталып, одан алдыңғы әріп даммалы болатын болса, немесе я әріпімен аяқталып, одан алдыңғы әріп кәсіралы болатын болса, екеуіне тоқтағанда мәд әріптері болып оқылады. Мысал бұлай. Негізі ахаққу хуа да бұл негізі. Хуа. Вау фатхалы болып тұр. Бірақ сіз егерде сол ваудың тұсынан тоқтайтын болсаңыз, және де ваудың алдындағы әріп даммалы болатын болса, вауға сукунды береміз. Сонда ахаққу ху деп екке созылады. Яғни мәд әріп болып созып оқимыз. Мәд табиғи болады. Сол сияқылды фани'иммахи, фани'иммахи, хия ғой негізі нәржде. Фани'иммахия, хия, я фатхалы болып тұр, харакат болып тұр, жалпы. Бірақ тоқтаған кезде я сукунды болады, ал алдындағы әріп касралы болады. Сонда мәд әріп болып созады екен. Фани'иммахи деп екке созып оқимыз. Бәрекелді. Міне осындай біздің сабағымыз
Сонысымен аяқталды.